Саламатсыздар ма оқушылар? 11 сынып алгебра қисық сызықты трапеция және оның ауданы формуласы тақырыбы бойынша оқулықтағы есептерін шығарудан көрсетейін. Алдымен мына қисық сызықты трапецияның ауданы туралы мағлұмат беріп кетейін. Қисық сызықты трапецияның ауданы табу үшін, мына бізде қисық сызықты трапеция мынадай түрде, несі сызбасы, мына формуласы да. Енді оның ауданы табу мынадай алгоритм бойынша жүреді. Бірінші осының графигін салып алу керек мынадай. Екінші жоғарыдан шектелген фигураның алғашқы функциясын табасыз, мынаны x-тандай функциясын. Және төменгі табаны болатын кесінінің шеткі нүктелерінің координаталарын табамыз, яғни а мен б-ны. Сосын мына бірінші формула бойынша оның ауданын есептейміз. Олай болса, оқулықта 3/1 есептің шығаруын көрсетейін. 3/1 есепте мына жерде y x-тандай функциясы x тең 1, x тең 2, y тең 0 деген сызықтармен шектелген фигураның ауданын табу керек. Енді y тең x квадрат функциясының параболасы салып отыр. Енді x тең 1 деген түзу жүргізейін. X тең 1 дегеніміз мына түзу, және x тең 2 дегеніміз мынадай түзу болады, екі нүктесіне өтетін. Ал y тең 0 дегеніміз ол x өсі. Мынау бізде y тең 0 дегеніміз x өсі. Сонда мына сызықтармен, осы 4 сызықпен шектелген мына фигура, мына іші боялған фигураның ауданын табу керек. Сонда бізде жоғарыдан шектелген деген сөз, мына бізде y тең x квадраттың графигі, соның алғашқы функциясын табу болады дейді. Бірінші алғашқы функциясы ол x куб бөлінген 3 болады. Келесі төменгі шеткі нүктелерінің мәнін табамыз, яғни a дегеніміз 1-ге тең, b дегеніміз ол 2-ге тең. Мына жерде формуласы жазылып тұр, сол бойынша енді аудан табамыз. S дегеніміз f2 минус f1 ары қарай. Енді мына жерде x-тің орнына бірінші 2-ні қоям. Сонда 2-нің кубы бөлінген 3 минус 1-ді қоям енді. 1-дің кубы бөлінген 3. Сонда 3-тен 8 минус 3-тен 1 азайтқан кезде 3-тен 7 ол дегеніміз 2/3-тен 1. Сонда ауданы 2/3-тен 1-ге тең. Келесі y тең x квадрат функциясының графигі, y тең 0 дегеніміз x өсі. Мынау x тең минус 1 дегеніміз, мына жерде x тең минус 1 деген мына түзу болады. X тең 2 дегеніміз мына жерден түзу. Олай болатын болса, мына жерде штрихтай қойық, мына жерде мына фигураның ауданын табу керек. Мына іші боялған фигураның ауданын табу керек. Ол үшін бізде жоғарыдан y тең x квадрат қой, соның алғаш функциясын табамыз. Ол дегеніміз x куб бөлінген 3. Енді a-ның мәні бізде минус 1-ге тең, мына жерде мына минус 1. b-ның мәні 2-ге тең. Олай болса, s f2 азайтылған f-1 формуласы, мына жоғарыда формула бойынша есептейік. Сонда x-тің орнына бірінші 2-ні қоям, 2-нің кубы бөлінген 3 минус x-тің орнына минус 1-ді қоям, минус 1-дің кубы бөлінген 3. Тең болады, мынау 3-тен 8 минус 3-тен, мына жерде мына минуспен плюс 1 болып кетеді. Сонда 3-тен 9 ол дегеніміз 3-ге тең болады. Жауап, сонда ауданы 3-ге тең. Келесі үшіншісін қарастырайық. Үшіншісі y тең 2x квадрат минус 1 функциясының графигін кескіндеп қойдым. Енді y тең 0 дегеніміз бағанағыдай тағы да x өсі, x тең 1 және x тең 3 түзулерін сұрайық. X тең 1 дегеніміз шамамен мына жерде де x тең 1 және x тең 3. Енді үшінші штрихтап жіберейін, мына іші боялған фигураның ауданы. Y тең 0 деген түзу бар ғой, мына x өсі болады. Сонда төменгі шегі мына жер 1-ге тең, мына жер 3-ге тең. Бізде жоғарыдағы функция y тең 2x квадрат минус 1. Осының алғашқы функциясын тауып аламыз. Ол дегеніміз 2 тұра береді, x куб бөлінген 3 болады. Және 1-дің алғашқы функциясы бұл x. Енді бізде a-ның мәні 1-ге тең, b-ның мәні 3-ге тең. S тең болады, f3 азайтылған f1 тең болады. Яғни мұнда бірінші 3-ті қояйын. 2 көбейтілген 3-тің кубы бөлінген 3 минус 3 минус, мына формуламен жазатын v-ның мәнін қойдым бірінші. Келесі енді 1-дің мәнін қоям. Сонда минус 2 көбейтілген 1-дің кубы бөлінген 3 минус 1. Осыны есептейік. Мына бізде 3-тің 1 дәрежесі қысқарып кеткенде 3-тің 2 дәрежесі ол 9.
18, 18-ден 3 алсам, енді 15 қалады. Минус, мына жерде 3-тен 2, мынау бізде 3-тен 2, минус, мынаны 3-тен 3 деп алсам, тең болады 15 азайтылған, мынау минус 3-тен 1, плюс 3-тен 1 болып кетеді. Екеуін қоссам, сонда 15 бүтін 3-тен 1. Мынау бізде есептің жауабы. Келесі мынау да сондай. График кескінделіп тұр. Y тең 0 деген x өсі, x-тен 2. X-тен 2 түзуі. Так, x-тен 3 түзуі. 3 деген түзу жүргізейік. Так, мына іші штрихтай қойып, осының ауданы табу керек бізге. Төменгі шегі мына жер 2-ге тең, мына жер 3-ге тең. Сонда бізде алғашқы функция, мына функцияның алғашқы функциясы 2x куб бөлінген 3 плюс x болады. А-ның мәні 2-ге тең, b-ның мәні 3-ге тең. Олай болса, s теңдігіміз f3 азайтылған f2 тең болады. Енді бірінші 3-ті қояйын. 2 бөлінген 3. 3-тің кубы плюс 3 болады. Бірінші жақша. Минус мына формула бойынша мына жерде. Келесі 2-ні қоямын. 2 көбейтілген 2-ның кубы бөлінген 3 плюс 2 тең болады. Мына жерде 3 пен мынаның бірін есі қысқарады. 9, 18, 18-ге 3 қоссам 21 болады. Қосылып азайтылған. Мына жерде 8, так, 8, 2, 8, 16, 16 бөлінген 3 қосу 2 тең болады. 21 азайтылған. Так, мынаны 5 бүтін 3-тен 1 деп алсақ, плюс 2 тең болады. 21 азайтылған. 7 бүтін 3-тен 1. Немесе мынаны 20 бүтін 3-тен 3 деп алып, азайтып тастасам 7 бүтін 3-тен 1-ді. Сонда 13 бүтін 3-тен 2 ауданның мәні шықты. Осымен есебіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.